Сауран ауданының Есқихан ауылдық округінде 2024 жылы жаңа мәдениет үйі пайдалануға берілген болатын. Бүгінде бұл нысан ауылдағы маңызды шаралар өтетін негізгі орталыққа айналып, жүйелі түрде жұмыс істеп келеді. Бұл мәдениет үйі 1976 жыл пайдалануға берілген. Содан кейін 2023-24 жылдары анаудан өтті. Күрделі жөндеуден өтті. Күрделі жөндеуді өтіп, 24-тің соңында пайдалануға берді. Желтоқсан айынан бастап. Осы уақыттан бастап жұмыс істеп келеді. Енді ауданда мәдениет үйі, клубтар бар ғой, дегенмен де үлкені болғандықтан кейін ауылымызда да халық санының көптігіне байланысты біраз аудандық іс-шаралар осы мәдениет үйінде өтеді. Қазіргі таңда мекемеде 8-ге жуық қызметкер еңбек етеді. Мәдениет үйінің ауыл тұрғындары үшін пайдасы орасан. Барлық ресми жиындар, басқосулар мен шаралар осы ғимаратта ұйымдастырылады. Қуантатындай жағдайы, мысалға аудандың облыстық, республикалық деңгейіндегі өткізілетін іс-шара, бұл біздің ауылда өткені, бұл идеологияға сонымен қатар жастардың көзқарасын өзгертуге мүмкіншілік береді. Себебі республикалық деңгейдегі айтыс өтті бізде. Облыстық деңгейдегі іс-шаралар өтіп жатыр. Сондағы, мысалға, теледидардан көріп отырған айтыскер ақындарды біздің ауылдың тұрғындары, ауданның тұрғындары қалайсақ болады. Алдағы уақытта мәдениет үйінің ішінен ауыл округінің тарихын қамтитын арнайы бұрыштар жасақталып, тақырыптық стендтер орнатылмақ. Бұл туралы Есқихан ауылындағы мәдениет үйінің басшысы, әрі Сауран аудандық мәслихатының депутаты Шарапов Хуршид Бақтиярұлы мәлімдеді. Біз білмейтіні бар. Қазір соның бәрін реттеп келмесек, мысалға ертең біреу қалып кетсе, ренжиді ғой. Оның бала-шаға ренжиді. Мысалға осыншама жұмыс істеген мәдениет саласы үшін, осыншама дүние істеген, сонда бұл соны көзге ілмепті, немесе біреу шығармай қоя сал деп айтқан шығар деген дүние болады ғой. Сондықтан барлығын барынша қамтып, мүмкіндік барынша қамтып алып келіп, тарихпен бәрін байланыстырып, мысалға өз сахнаға шықпаған болуы мүмкін. Дегенмен де мәдениет үшін бір жұмыс істеген де адамдар бар ғой. Осылардың бәріні бір жинақтап, осылардың суреті бар, бір кішкентай өмір баяны бар. Бір кеп көрген кезде мынау кім деп сұрамайтындай, бір оқыса, мысалға оператор болып жұмыс істеген, ақын болып жұмыс істеген, мысалға баяғыда ауылымыздағы тойларда, қазір тойханада лед экран, басқа нәрсе бар. Біраққа біздің ауылда қолдан сахна, келінгеуге сахна істеген адам болған. Оның қолында бір 15-20 ма соған жуық, мысалға, операторларды тәрбиелеген адам болғанда, солардың бәріні жинақтап, мысалға, художник деп айтады, суретші болған, осы жерде директор болып жұмыс істеген, ансамбл құрғандары болған. Енді соның ішіндегі біз көрген 1-2-3 адам бар. Бірақ енді біз соның іші тармағымен, мысалға, сол ансамблінің ішінде рубап шалғаны бар, домбыра шалғаны, немесе гитара шалғаны бар, оның ішіндегі тағы басқа операторы бар, костюмері болған сол кездегі, мысалға. Солардың бәрін жинақтап алып келіп, бір сол кіре беріске, қазір мына кіргеніңіздегі сол жағы дәу анау бар ғой, ашықтық болып тұрған жер, осы жерге қалыптастырсақ па деген ой болып тұр. Ауылда мәдениет үйінің болуы үлкен жетістік. Өйткені кез келген мәдени қоғамдық шаралар, депутаттардың қабылдаулары мен тұрғындармен кездесулер де дәл осы нысанда өтеді. Бұл өз кезегінде ауылдың мәдени дамуына және қоғамның өмірінің жандануына зор серпін беріп отыр. Ұлдархан Олиханқызы, Есболат Тұрмаханов, САК ақпараты.